Ең бірінші сіздерге айтайын дегенім, қазір енді ақпарат өте көп. Дәл қазіргі уақытта информация, ақпарат заманы, елдің барлығы бәрін білет. Кіммен сөйлесе қалсаң да барлық нәрседен хабары бар, барлығын білет. Бірақ біздің бір кемшілігіміз, біз көп нәрсені білеміз, бірақ оны өмірімізде қолданбаймыз, иә. Сол қолданбағандықтан бізде көптеген жетістіктерге, табыстарға жете бермейміз. Бәріміз бәрін білеміз, бірақ та оны күнделікті өмірде қолданбаймыз. Біреуге бір нәрсе айтып жатсаң, ол айтады, иә, мен білем дейді. Сен осыны қолданасың ба десең, пайдаланасың ба десең, жоқ, пайдаланбаймын, істеу керек еді дейді. Сондықтан біздің өміріміз өзі аз ғана уақытқа берілген, баяғы замандағы адамдар сияқты, адам ата сияқты, не болмаса басқа адамдар сияқты 300 жыл, 500 жыл өмір сүрмейміз. Сондықтан да уақытымыз шектеулі осы жер бетіндегі. Сондықтан жер бетінде жүргендіктен уақытша ғана осы уақытымызды тиімді пайдалануымыз, бұл біздің бірінші мақсатымыз. Сауалдарға байланысты қазір соңыра жауап берейін. Даусым естіліп тұрған шығар, негізгі темаға көшейік. Қасыңыз әдемі болып қалыпты. Көп рахмет. Тонус бьюти салонына көп рахмет Қасым үшін. Комментарийді өшірін. Қазір бір информациямен бөлсем, білмеймін сіздерге қаншалықты маңызды болады, қаншалықты жақсы болады. Жалпы қазір бәріңіз де білесіздер, семинар, тренинг, онлайн, офлайн барлығы көбейіп кетті ғой қазіргі уақытта. Ол жақсы негізі, ол жақсы, өйткені бұл да біздің Қазақстанның сондай бір рухани дамуға, адамдардың өзін-өзі дамытуына, өз-өзін тануына, адамдармен қарым-қатынасты жақсарта түсуіне, өзімен ең алғашқы кезде қарым-қатынасты жақсартуына, сол арқылы адамдармен қарым-қатынасты жақсартуына, бұның барлығы ықпал етеді. Сондықтан да мен барлық онлайн семинар өткізіп жүрген барлық әйелдерді, ханымдарды, қыз-келіншектердің барлығын қолдаймын, өйткені мұның барлығының бір халыққа деген пайдасы болады деген сенімдемін. Ал бұндай дүниеге әлі келмеген адамдарды да түсінемін, өйткені баяғыда болса мен де мүмкін басқаша көзқараспен қарайтын едім. Әр адамның өзінің уақыты болады осыған келетін. Бас кезінде бір адамға қанша айтсаң да ол түсінбейді, сені қабылдамайды. Қанша тегін айтып жатсаң да, мынаны істе деп жатсаң да, иә, істеу керек еді дейді. Сосын уақытым жоқ деп айтады. Сондықтан да ең бірінші мақсатымыз бізде жалпы тұрмыс тіршілік керек қой енді. Үйді де жинау керек, тамақты да істеу керек, жұмысты да істеу керек, бірақ соның ішінде рухани практикаға міндетті түрде уақыт бөлуіміз керек. Мен мысалы өзімнің жақындарыма да айтам, кейбір жағдайлар болған кезде сен осыны жалпы осы дүниені шешу үшін сен не істейсің? Сен күнде таңертең ерте тұрасың ба? Сен жалпы рухани практикамен айналысуға, жаратушы иемен байланысқа түсуге, былайша айтқанда, сен 1 сағатыңды жұмсайсың ба? Не болмаса 2 сағатыңды, не болмаса жарты сағатыңды жұмсайсың ба деп. Сол кезде олар айтады, жоқ, оған уақыт жоқ, таңертең тұрып жұмысқа бару керек, бала-шаға, жаңағыдай күйеудің қамы деген сияқты. Бірақ білесіздер ма, егер біз рухани практикамен айналысуды бастасақ, Алла тағала біздің уақытымызды да реттеп береді. Мен осыны негізі өзімнің ұстаздарымның бірінен естігем, және менің өзімнің өмірімде қолданғанымда шынымен ғажайыптар болды. Мысалы біз енді сіздердің көпшіліктеріңіз таңертең ерте жұмысқа барасыздар, сол кезде 1 сағат не болмаса жарты сағат ертерек оянып, жуынып, шайынып, рухани практикаға ең құрыды дегенде 20 минут бөлсеңіз, соның өзі сіздің түрлі ситуациялардан жақсы шығуыңызға, өз-өзіңізді түсінуіңізге, бала-шағаңызды түсінуіңізге, күйеуіңізді түсінуге, ата-ене, жас қыздар болса өзіңізге қажетті адамды табуға, тағы да басқа салаларда өзіндік көмегі өте болады. Бірақ та бұнымен айналысқанда сондай бір есеппен айналыспау керек та, бұның көмегі болады, мен бүйтем, менде мынандай болады деп емес, кәдімгідей безусловная любовь дейді ғой. Мысалы, анасы баласын қалай жақсы көреді, баласы қанша үйді шашса да, баласы айтқанын тыңдамаса да, баласы табысты болмаса да, баласы жоғарғы білім алмаса да, баласы оған сөз қайтарса да, қандай да бір жағдайда анасы бәрібір оны жақсы көреді. Мына балам мені жақсы көреді, сондықтан ғана жақсы көрем деп айтпайды. Сондықтан жалпы біздің рухани практикада да есепсіз дүние болу керек. Біздің
жаратушымен байланысымызда есепсіз дүние болған кезде барлығы жақсы болады. Өйткені қазіргі уақытта мысалы көпшілігіміз аффирмациялар болсын, түрлі дұғалар болсын, түрлі практикалар болсын, техникалар болсын, әйтеуір бір мақсатпен болғанда бір мүддемен істейміз, бір мүддемен істейсіздер. Мысалы көп сұрап жатады, мынаған қандай техника, мынаған қандай практика, мынандай болғанда не істеймін деп. Менің бір ғана жауабым қабылдау, мойынсыну және әрекет ету және рухани практикамен айналысу. Өйткені менің бір постым бар осындай, Құдаймен есептеспе деген. Құдаймен есептеспе, ол сенің барлығын біледі, саған не жетпей жатқанын, сенде не жоғын, сенің неге мұқтаж екеніңді, сенің неге қатты тәуелді екеніңді, барлығын біледі. Бірақ біз соған қарамастан күнделікті сол рухани практикамыздың соңында болсын Алла тағаладан барлығын сұрай береміз. Қазір терезені жауып қояйыншы, шу болып кетті, балалар әлі ұйықтамапты. Сондықтан менің ең бірінші сіздерге айтатын дүнием, еш уақытта Құдаймен есептеспеу керек. Бұл есептесу деген не? Мен мынандай нәрсені оқысам, мынандай нәрсені айтсам, мынандай нәрсені істесем, бұған қайтарымы, үйім сатылады, үй аламын, балам оқуға түседі, күйеуім шуын қояды, не болмаса, туысқандарым маған қайта-қайта сөйлей беруін тоқтатады деген сияқты. Енді түрлі, өздеріңіздің бастарыңыздағы жағдайға байланысты түрлі дүниені, осы нәрсе реттеледі деген дүниені мына санамыздан алып тастау керек та. Ол реттелсе де реттелмесе де, күйеуіңіз ішкілікті қойса да қоймаса да, балаңыз сізді тыңдаса да тыңдамаса да, сіз өзіңіздің қалайтын жұмысыңызды тапсаңыз да таппасаңыз да, өзіңіздің сүйікті жарыңызға жолықсаңыз да жолықпасаңыз да, күйеуге шықсаңыз да шықпасаңыз да, бала тусаңыз да тумасаңыз да, бәрібір осы жұмысты жалғастыру керек. Өйткені біздің қазіргі осы өмірде, осы жер бетіндегі өмірімізде жасап жатқан дүниеміздің барлығы біздің ақыреттегі тірлігімізге, біздің осы өмірден кеткендегі біздің тіршілік емес, біздің сол жолымызға өте үлкен әсер етеді. Енді мынандай дүниені айтқым келеді. Баяғы заманда, қай жылда білмеймін, осындай болған оқиға дейді. Мен жаңағы өзім қазір осындай мысал оқиғаның кейіпкерінің атын ұмытып қалдым, шын айтсам. Кейін тағы да бір есіме түсіп жатса, мен пост қылып жазармын. Сондай бір кедей адам өмір сүріпті екен. Жағдай өте нашар болған, жұмысы жоқ, бала-шағасының киімі жоқ, тамағы жоқ, әйелі үнемі ұрсады, әйелі үнемі сөйлейді оған, сен нан таппайсың, мал таппайсың деп. Балаларына кәдімгідей тамақ бере алмайды, тойып тамақ іше алмайды. Құдайға шүкір, біз қазір тойып тамақ ішеміз, Сөйтіп жаңағы ер адам қатты қиналған екен да. Сосын күндердің бір күнінде ол әйеліне айтқан екен, мен қалаға барып жұмыс істеймін, 10 күн жұмыс істеймін, сосын табыс тауып келем деп. Сөйтіп әйелімен қоштасып, балаларымен қоштасып, бір ен далаға, тау тастың ортасына барып, алыс жаққа барып, сол жерде бір үңгір бар екен, сол үңгірге кіріп 10 күн жатыпты дейді. Сол 10 күн немен айналысты дейсіздер ғой. Ол 10 күн Құдайға жалбарынумен болыпты. Бізде исламда мынандай калимат деген дүние бар, Сондай калиматтың бірін айтыпты. Дұға деп айтсақ болады. Енді сол дұғаның бірін 10 күн бойы оқыпты. 10 күн бойы тек қана сол бір ғана дұғаны оқи беріпті. Тамақ ішпепті, ұйықтамапты, күлмепті деген сияқты. Сол тек қана Аллаға жалбарынумен болып, тек қана сол калиматты оқи беріпті. Оны оқу барысында Алла маған мынаны берші, Құдай менің мына жоғымды түгендеші, маған табыс берші, менің балаларыма тамақ берші, тағы да басқа берші деген нәрселердің ешқайсысын да сұрамаған, ешқандай тілегін айтпаған, тек қана оқи берген. Сосын 10 күн бітті, енді әйеліне айтты, 10 күннен кейін келем деп. Сосын үңгірінен шығып, енді не істеймін, 10 күн міне өтті. Қазір әйеліме қай бетімен барамын, не ақша тапқан жоқпын, не мал тапқан жоқпын, не жұмыс тапқан жоқпын. Әйеліме нені айтам, қазір тағы да әйелім маған ренжитін болды, балаларымды немен тамақтандырам деп қатты қиналып, сондай өзінің жүрегі жаны ауырып үйіне келсе,
үйіне келсе әйелі сондай күшті көңіл күймен жайдарланып, солай күйеуін қарсы алып, күліп, керемет махаббатымен, сағынышымен қарсы алып, үйіне кіргізіпті. Үйіне кірсе, балаларының барлығы сондай қуанып, шаттанып, ойнап жүр екен дейді. Содан жаңа күйеуі таң қалыпты. Не болды деп. Сөйтсе жаңа әйел айтыпты, сенің жұмысың өте керемет, сен керемет жұмысқа тұрыпсың, сенің басшыларың, сенің бастықтарың өте керемет адамдар екен. Сенің бастықтарың келіп үйге сондай әппақ киініп алған дейді. Осыны айтқан кезде денем кәдімгідей дірілдеп кетті, тітіркеніп кетті. Сондай әппақ киініп алған, әппақ сәлделермен, бойлары ұзын, сондай бір сымбатты бір екі кісі келді. Сол екі кісі келіп, сен сондай жақсы жұмыс істеп жатыр екенсің. Сен сондай керемет мықты маман екенсің, мықты жұмысшы екенсің. Еңбегіңді бағалапты, сөйтіп сенің еңбегіңді бағалап бізге жаңағыдай тамақ алып келді, жаңағыдай қап ұн алып келді, азық түлік алып келді, тіпті қарашы, балаларымызға дейін ойыншық алып келді деп. Сөйтсе, сонда көрдіңіздер ме, жаңағы адамның сондай жұтаң өмір сүрген, соншалық балаларының тіпті ойнайтын ойыншығы да болмапты. Сонда жаңағы адамдар балаларына дейін ескеріп, балаларына дейін ойыншық алып келіпті. Балалары сол ойыншықтармен асыр салып ойнап жүр екен. Сосын жаңағы әйелі айтып, қуанып, шаттанып жүр, мен саған қазан көтеріп тамақ істедім, тамақ іш, сен жұмыстан шаршап келдің, 10 күн бойы жұмыс істедің деп солай айтыпты күйеуіне. Сол кезде күйеуі таң қалып, қандай адамдар деп сұраған екен. Сосын жаңа әйел айтқан, осындай екі адам аппақ киінген, солай деп айтты. Сосын жаңағы күйеуі бірден сезіп, олар не деді деп айтты. Сол кезде әйел айтыпты, 10 күннің ішінде ол өте үлкен жұмыс істеді. Егер ол осы жұмысын жалғастыра беретін болса, онда оның жаңағыдай табысы одан сайын көбейеді, сендердің жағдайларың жақсарады, сендерде бәрі керемет болады, оның енді жұмысы өте маңызды деп айтыпты. Сол кезде жаңағы күйеуі түсіне қойыпты да, бірақ оны әйеліне айтпапты. Күйеуі түсіне қойыпты, ол үйіне келген, представляете, үйіне келген періштелер екен. Үйіне келген періштелер сол жаңағы кедей адамның 10 күн оққан дұғасын, 10 күн Аллаға мінәжат еткен, Аллаға мадақ айтқанының сондай себінен сөйтіп үйіне азық түлік алып келіп. Содан жаңағы күйеуі еркек шаттанып, қуанып, Алла тағала қайта мадақ айтып, сөйтіп жаңағыдай әйел айтыпты, тамақ іш деп, енді жұмысыңа қашан барасың, тынық, содан кейін барасың деп. Сосын жоқ, мен жұмысымды жалғастыруым керек деп, жаңағыдай тамағын ішіп, тез киініп, қайтадан таудың үңгіріне кетіп қалыпты дейді. Представляете, жаңағы күйеуі сезген ғой, бірақ оны әйеліне айтайын десе, әйелі енді шошып қала ма, әйелі түсінбей қала ма деп әйеліне ештеңе айтпай, қайтадан сол алыс таудың үңгіріне кетіп қалған екен дейді. Сол жақта жатып, қайтадан сол Аллаға мінәжат етіп, мадақ айтуын бастапты, жалғастыра беріпті. Содан күндердің бір күнінде бір адам келген екен. Қазір мен ұмытып қалдым, қандай аурумен келген, сол жерде өтіп бара жатқан ба, сондай бір көз ауруы ма, есімде жоқ. Әйтеуір бір ауру болыпты. Сонымен жаңағыдай үңгірдің ішінде бұл сондай жаңағыдай рухани практикамен айналысып отырған кім енді? Біздің тілімізше рухани практика, иә. Сондай жатпай тұрмай дұға оқып жатқан бұл адам тегін емес, менің ауруымды емдеп бер деп жаңағы адамға келіпті дейді. Енді ол адам емші емес, бақсы балгер емес, сөйтіп жаңағы дұғаларын оқып жаңағы адамды емдепті дейді. Ол адам құлан таза айығып ауруынан сол өзінің елді мекеніне, ауылына, өзінің тұрып отырған жеріне келіп, сол жердегі адамдарға айтыпты дейді. Сөйтіп жаңағы үңгірге адамдар лек-легімен ағыла бастапты дейді. Әрине, ол адамдар келген кезде олар құр келмейді ғой. Біреу тамақ әкеледі, біреу ұн әкеледі, біреу жаңағыдай тағы да басқа дүние әкеледі. Сөйтіп жаңағы өте жұтаң кедей өмір сүрген адам мықты болып, жаңағыдай әулие болып, мықты болып көтеріліп, тұрмыстық жағдай реттеліп, сондай бір Алланың сүйікті пендесіне, жаңағыдай өзінің халқының өте құрмет тұтатын, абырой биігінен көтеретін адамға айналыпты дейді. Представляете, қандай керемет тағылым алатын, ғибадат алатын сондай оқиға мен өзім естіген кезде жаңағыдай
мен бір бала кезде бізге бір нәрсе айтады ғой, бір ертек айтады, не болмаса тағы да басқа бір дүниелерді айтады, біз білмейтін. Сол кезде біз кәдімгідей аузымыз ашылып, кішкентай балалар тыңдайды ғой, аузы ашылып, көзі аңтарылып, жаңағыдай деп солай таң қалып тыңдайды ғой. Мен де осы оқиғаны өте таң қалып, сондай бір керемет сезіммен, эмоциямен тыңдадым да, кәдімгідей тіпті көзімнен жасым шығып, сондай елжіреп, еміреніп кеттім да. Сондағы менде неліктен осы эмоциялардың болуының себебі ол адамның баюы емес, ол адамның табысты болуы емес, ол адамның жатпай тұрмай рухани практикамен айналысуы. Және қазіргі уақытта сіздер түрлі сөздерді айтып жүрсіздер, түрлі аффирмация, түрлі дұға. Менің енді сіздерге ұсынатын дүнием, енді қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыздар ма, бұл сіздердің өздеріңіздің еріктеріңіз, менің сіздерге ұсынатын практикам бір ғана дұғаны, не болмаса бір ғана калиматты, не болмаса бір ғана өзіңізге ұнайтын сөзді, жаңағыдай молитваны, сондай Құдайға мадақ айтуды, соның біреуін ғана істеңіздерші. Солай давайте осылай бір тәжірибе жүзінде көрейікші, соның біреуін ғана істейсіздер. Күнде 1 сағаттан істей алмасаңыздар 5-ке бөліңіздер. Намаз уақыты сияқты 5 мезгіл, 5 уақытқа бөліңіздер. Таңертең, түсте, түстен кейін, кешке, сосын түнде. Осылай 5-ке бөліңіздер де 20 минуттан оқыңыздар, 20 минуттан. Будильникті қойыңыздар да, хотя бы 20 минуттан оқыңыздар. Мысалы, жұмыста 20 минут уақыт табылады негізі. Мен де баяғыда жұмыс істедім, өмір бойы. Сол бос уақытымыз болатын арасында, сол бос уақытымызда біз немен айналыстық? Әлеуметтік желіге кіріп кетесің, әріптестеріңмен әңгіме айтасың, тамақ ішесің, тағы да басқа, сондықтан сол уақыттарыңызды 20 минуттан бөліп, осы өздеріңізге жақын практиканы қолдануға шақырамын. Енді бұны мен әлі еш жерде жариялаған жоқпын, бұл туралы постым жоқ, осы тікелей эфирде сіздермен бөлісіп отырмын. Сондықтан осы дүниені істеп көріңіздерші, бірақ та бұны істеген кезде жаңағы мен айтқан оқиғадағы адам сияқты ештеңені күтпей, ешқандай табысты күтпей, ақшаны күтпей, күйеуіңіздің арақ ішуін тоқтатуын күтпей, күйеуге шығуыңызды күтпей, балаңыздың сондай бір тіл алғыш болуын күтпей, тағы да басқа ситуацияларға байланысты өзіңіздің басыңыздағы сол дүниенің қайтарымын күтпей, шын жүректен, шын ниетпен осы рухани практикамен айналысыңыздар. Соны істеп жатқанда, айтып жатқанда, оқып жатқанда, сондай бір поток дейді ғой, ағын, сол ағынға кіріп кеткен сияқты, сол ағынмен бірлесіп ағып бара жатқан сияқты бастаңыздаршы. Мен білем, оны бастаған кезде неше түрлі кедергі болады, неше түрлі дауыстар болады, звондамайтын, хабарласпайтын адам хабарласып қалады, болмайтын нәрсе болып қалады, сонда не болмаса түрлі сынақтар келеді. Сондықтан еш нәрсеге қарамастан, деп айтам ғой мен, еш нәрсеге қарамастан бақытты бол деген сияқты, еш нәрсеге қарамастан осыны бастаңыздаршы. Мен көпшілігіңіз айтасыздар ғой, уақытым жоқ деп. 20 минут бөліңіздерші осыған, 20 минуттан соны оқып жатқан кезде, айтып жатқан кезде неше түрлі ойлар келіп жатса да, неше түрлі дауыстар келіп жатса да миыңызға, сонда да аузыңызбен жалғастыра беріңіз, оқи беріңіз, және құлағыңызбен өзіңіздің даусыңызды тыңдаңыз, естіңіз. Бір басқа жаман ойлар келді ма, тұрмыс тіршілігі бойынша ананы істеу керек еді, ананы бүйту керек еді, ол маған бүйтіп еді, сөйтіп еді, ол маған мынаны айтты, мен неге ол айтпадым деген сияқты неше түрлі біздің жалқау миымыз, біздің өткен өміріміз 10 жыл, 20 жыл бұрын болған оқиғалардың тізбегін алып келіп алдыңа жаңағыдай кедергі келтіруге тырысады да, жыршылар, Сондықтан да сонда да ести беріңіз, өзіңіздің даусыңызды өзіңіз естіңіз, соған құлақ түріңіз, дыбыс арқылы. Сонда біз дыбыс арқылы тазаланамыз, және сол дыбыс арқылы жаңағы ағынға, жаңағы потокқа, ағынға кіреміз, дыбыс арқылы кіре береміз. Сондықтан өзіңізді тыңдаңыз. Мысалы, мен айтам, мен сөйлеп жатырмын, и мен тыңдаймын, мен сөйлеп жатырмын, қалай дауысым шығады, қалай дыбыс шығып жатыр, мен дыбыста, ол дыбыс маған қалай естіледі, мен тіпті мағынасын білмесеңіз де айта беріңіз. Мысалы, жаңағыдай хо'поноpono,
мне очень жаль, прости меня, пожалуйста, я люблю тебя, благодарю тебя. Мен бәріне өкінемін, кешір, мен өтінем сенен, мен саған разылық білдіремін, мен саған бақыт тілеймін. Не болмаса, мен сіздерге айтама, мен бәріне бақыт тілеймін. Я отырыңызда, мен бәріне бақыт тілеймін. Көзіңізді жұмыңызда, бірінші терең демалып алыңыз 3 рет, сосын мен бәріне бақыт тілеймін. Мен бәріне бақыт тілеймін. Осы кезде ана жақта бір дауыстар шығады. Не істеп отырсың? Қазір тез бол, тез оқы. Жаңағыдай ана жаққа бару керек, мына жаққа бару керек, ананы істеу керек, тамақ істеу керек, не болмаса айтады, ол дауыс айтады. Сағатқа қарашы, сен что-то өте көп оқып қойған сияқтысың деп. Ол не? Ол жышылар. Сондықтан будильник жаңағыдай қоңырау уақыт шырылдағанша оқи беріңіз. Мен бәріне бақыт тілеймін, мен бәріне бақыт тілеймін. Не болмаса, Аллаға сансыз мадақ, иә. Сосын мен жаңағы өзімнің онлайн тренингімде тілегіміз неге орындалмайды, Құдай ұмытшақ па, не болмаса мақсатқа жету үшін не істеу керек қой деймін. Мақсатқа жету үшін не істеу керек, Құдай ұмытшақ па, немесе тілегім неге орындалмайды деген онлайн лекциямда мен өзімнің бір өте керемет, өзімнің үйренген дұғаммен бөлістім. Бұл өте күшті дұға, өте күшті молитва, өте керемет дүние. Мен сол нәрсені практикаға айналдырған кезде менде өте керемет ғажайып оқиғалар болды. Менің өзімнің жүрегім тыныш тапты. Біртіндеп қазір менің өзімнің айтып жатқан, істеп жатқан практикаларым бұрынғылары жаңағыдай қалып, оның орнына басқалары келуде, басқа ілім ашылуда, басқа инсайт ашылуда. Сол менің онлайн лекциямды алсаңыздар, Балжан барлығын біледі, менің көмекшім, соны алсаңыздар, сол жерде мен сол дұғаны үйреткенмін өзімнің оқырмандарыма, сол лекцияға қатысқан. Сол дұғаны айтсаңыздар, тіпті тамаша, күнделікті, иә. Не болмаса, мен бәріне бақыт тілеймін. Осылай айта беріңізші, сіздің вибрацияңыз өзгереді. Сіз ана бұрынғы шағымданушы, ешнәрсе жетпейтін, үнемі айналадағы адамдардан бір қорлық көретін, сөз естейтін, тағы да басқа сынға ұшырайтын дүниеден, сіз сол параллельден, сіз өте керемет бір параллельді дүниеге өтесіздер. Шын сөзім. Сондықтан сіздермен осы нәрсемен бөліскім келді. Енді сіздерге қаншалықты әсер қалдырды білмеймін, өзім естіген кезде осы оқиғаны өте керемет әсер қалдырды. Сіздердің сұраныстарыңызға байланысты, запростарыңызға байланысты мен де сіздерге беретін ақпараттарым көбейе бермек. Сондықтан да менің инстаграмда жазған посттарыма жаңағыдай лайк қойып, сосын комментарий жазуға ерінсеңіз, жаңағыдай жүрекше басуды, мынандай смайликтерді қоюды ұмыт кетпеңіздер, өйткені соған сәйкес менің инстаграмның алгоритмі бойынша қазіргі мен сіздердің парақшаларыңызда жиі көрініп тұрамын. Енді бұның барлығын не үшін айтып отырмын, бұл өзіме де керек, сіздерге де керек. Сондықтан да сіздердің сұраныс болған сайын менің де айтатын дүниелерім көбейеді, иә. Сондықтан осы дүниені сіздерге ұсынамын. Енді келесі дүние, Айнұр Асанберді, Айко менің құрбым, өзінің тікелей эфирінде айтыпты. Мен тікелей эфирінің бас жағын тыңдадым, аяқ жағын тағы да тыңдаймын. Мен өзім Айнұр арқылы Алина деген ханыммен таныстым, бірақ әлі танысқан жоқпын, сөйлескен жоқпын, тек парақшасын көріп шықтым. Сол енді Құдай қаласа, Айнұрдың бастамасымен, Айконың бастамасымен, Құдай қаласа, Айнұр, мен және Алина ханым үшеуміз бірігіп, Құдай қаласа, семинар, тренинг өткіземіз онлайн, және бұл қайырымдылық жүзінде болады, қайырымдылық акциясы болады. Енді оған ол жерде қандай тақырыптар болады? Айнұр өзінің тақырыбы ақша, байлық, табыс жайында айтады. Мен өзімнің тақырыбым рухани практика. Осы рухани практика мен байлық екеуі баланста болған кезде, өзіңіздің тұрмыс тіршілігіңізге байланысты, осындай қажетті жағдайларыңыз болған кезде адам өзін жаңағыдай бір өмірдің мәнін тапқандай болып мүмкін сезінеді. Бірақ өмірдің мәні бұда да болуы мүмкін, кейде бұнда да болмай қалады. Мүмкін кейбіреуге өмірдің мәні бұл тойып тамақ ішу, не болмаса біреу үшін балаларын құшақтап сүю, не болмаса біреу үшін қарны ашып келіп тамақ ішу, не болмаса біреу үшін кешірім сұраймын, қатты
қысылып келіп дәретханаға бару деген сияқты енді түрлі жағдай. Сондықтан да біз адам болғаннан кейін өмір бойы осы өмірдің мәнін іздеумен өтеміз, иә. Осы тұста айта кетейін, Жұлдыз Төлеу, мен сіздерге жақында таныстырдым парақшасымен. Жұлдыз Төлеу менің әріптесім. Екеуміз бір каналда, не болмаса бір жерде жұмыс істеген жоқпыз, бірақ әріптес болдық. Журналист, Азаттық радиосында істеген, талай жыл Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істеген, Америкада тұрып келген, Лондонда, шетелде көп тұрған, Москвада, Киевте түрлі тәлімгерлерден өнеге алған. Қазір ол психоаналитиканы оқып жатыр, психоанализ жасайды. Жұлдыз өзінің бүгінгі парақшасында жазыпты өмірдің мәніне байланысты, иә. Сонда мен жаздым, шынымен біздің қазір жағдай, сол Жұлдызды оқыңыздаршы, өте керемет ой. Шынымен де мысалы қазір біз бұрынға қарағанда шынымен қазір бақытты сияқтымыз, иә. Бізде Жұлдыз айтатын кір жуатын машина бар, бізде блендер бар, бізде холодильник бар, тоңазытқыш, бізде барлығы бар да, техника әр үйде бар, иә. Мысалы тамағымыз бар, шайымыз бар салатын, білесіздер ма, жаңағында тоқырау заманында Қазақстан ең алғаш тәуелсіздігін алып, сол кезде 90 жылдар, білесіздер ғой, 90 жылдар өмір сүрген, тіпті шайға дейін болмай қалып еді ғой. Сол кезде үндінің шайы сондай бір өте адамның бір қолы жетпейтін дүниеге айналған, иә. Қазір бізде бәрі бар, дүкенде бәрі бар, бірақ біз әлі де бақытсызбыз. Біз қазір неден зардап шегеміз деп мен ойладым да, біз көбінесе қарым-қатынастардың жұтаңдығынан зардап шегетін сияқтымыз. Қарым-қатынастар өйткені күйеумен қарым-қатынас, баламен қарым-қатынас, ата-енемен қарым-қатынас, достарыңмен қарым-қатынас, әріптестеріңмен қарым-қатынас, жалпы қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынас, бір жерге барып, бір зат сатып алсаң да, дүкеншіге барып, нан алсаң да, онымен қарым-қатынас. Біз осы қарым-қатынастар деген дүниені кішкене жоғалтып алған сияқтымыз. Қазақ халқы баяғыдан үлкенге құрмет, кішіге ізет деген дүниені қатты ұстанған, бірақ соңғы уақытта біз осы нәрседен кішкене біраз ажырап қалған сияқтымыз. Сондықтан осы тақырыпта өмір бойы біз өмірдің мәнін іздеп өтеміз, өмір бойы біз бақыт іздеп өтеміз. Барлығы бар, тамағымыз да бар, киіміміз де бар, бірақ бізге тағы да киім керек, тағы да тамақ керек. Дүкенге барсақ толтырып тамақ аламыз, сол толтырып алған тамағымыздың барлығы былай қарасаң әжетханаға кетеді. Сосын тамақ толтырып аламыз, сосын барып жаңағы дәретхана қағазын толтырып аламыз. Сөйтеміз де сол жегеніміздің барлығын дәретханаға жібереміз. Уақытымыз жоқ рухани практикамен айналысуға. Кішкентай балалар өскілер келеді, жоғары классқа көшкілер келеді, жоғары класстағылар оқу тез бітіріп студент болғысы келеді, студент болып жүргендер тез оқуын аяқтап жұмыс істегілер келеді, жұмыс істеп жүргендер қызметке көтерілгісі келеді. Біраз жыл жұмыс істеген адамдар пенсия қашан болады екен, пенсияға дейін шыдайын, пенсияға дейін сәл қалды, пенсияға дейін шыдайын дейді. Пенсияға шыққаннан кейін адам сосын ойланады, иә. Мен не өмір сүрдім, қалай болды? Пенсияға шыққаннан кейін көбінесе біздің қазақтар немере шөбере бағады, тойға барады, сөйтеді, өмір өте шығады, иә. Мен айтпаймын бұл баянсыз тірлік деп, бірақ мүмкін біздің Алланың сыйы, Алланың беретіні бұдан да көп қой, мүмкін бізге қазақтарға көбірек жаңағыдай ел көру керек шығар, мүмкін бізге көбірек ағаш отырғызу керек шығар, мүмкін бізге жаңағыдай біздің қазір құрып бара жатқан экологияны жөндеуге үлес қосу керек шығар, иә. Сондай бір басқа ғаламдық дейді ғой, сондай ғаламдық дүниелермен айналысу керек шығар. Неге бізден қазақтардан өнертапқыштары көп шықпайды? Неге біз бір нәрсе техника ойлап таппаймыз? Неге техниканың барлығын жапондықтар ойлап табады, американдықтар ойлап табады? Неге бізге Қазақстанға өте тіпті мықты жақсы шампуньның өзі бізге шетелден келеді? Неге бізге ине жіптің өзі шетелден, Қытайдан келеді? Неге біз хотя бы түйме шығара алмаймыз? Неге біз жіп шығара алмаймыз? Неге біз шеге шығара алмаймыз? Неге біз шашты жуатын су сабын шығара алмаймыз? Неге біз кір сабын шығара алмаймыз? Енді ақырын кейбір нәрселер ақырын шығып жатыр, бірақ оның Қазақстанда өндірілгенінің бағасы өте қымбат, иә. Біз шетелдік дүниені көрсек, мынау шетелдікі дейміз. Неге біз сондай нәрселерді ойлап таппаймыз? Мүмкін адамның мүмкіндігі шексіз ғой, Алла тағала сол информацияның барлығын береді адамға, иә. Адам оққан сайын, адам көтерілген сайын, сондықтан мүмкін болашақта біз осы рухани практикамен айналысып, өз-өзімізді дамытқан сайын, мүмкін біздің ұрпақтарымыздың ішінен сондай мықты ғалымдар шығатын шығар, мықты өнер тапқыш, мықты сол дүние жүзіне әйгілі бір керемет бір жаңалық ашатын адамдар шығатын шығар, неге шықпасқа? Сондықтан ал егер біз тек қана
бүгінгі тамағымызды ойлап, тек қана сол ішіп жеуді, тойға баруды, біреуден біреу қалыспай той жасауды, ана сүндет той жасасақ та кішкентай балаларды сондай түйеге отырғызуды, жаңағыдай бір таққа отырғызуды, соның бәріне бір-бірімізбен жағаласып, бір-бірімізбен таласып, соның бәрін істегеннен бұл біздің басқа өмірімізге қалай әсер етеді, бұл біздің ұрпақтарымызға қалай әсер етеді. Біздің сондай ғана дүниемен айналсақ, бізде өнертапқыш, ғалым, мысалы бір нәрсе ойлап табатын ұрпақ шыға ма, шықпай ма, иә? Мысалы, интеллигенция өкілдері бірден білінеді, иә? Интеллигенция, мысалы, сіз өзіңіз жоғарғы білімді болсаңыз, тек қана жоғарғы білімді емес, тек қана жоғарғы білімдер интеллигенция өкілдері емес, парасатты болу, иә? Парасатты адамдар өте аз, тұлға өте аз. Сіз өзіңіз парасатты болсаңыз, сізден туған балаңыз одан кейінгі немере шөберелеріңізге дейін беріледі, иә? Ол ген арқылы. Олардан шыққан ұрпақ, олар өте мықты болуы мүмкін. Мысалы, мен шетелде өте көп болдым. Шетелде қазақ балалары жобасымен мен өте көп дипломаттармен араластым, елшілермен араластым, олардың жұбайларымен сөйлестім, иә, дипломаттардың әйелдерімен сөйлестім. Сол кезде мен қарайтынмын да, сондай шынымен мықты интеллигенция да, дипломаттар шынымен біздің шетелдегі дипломаттарымыз өте мықты. Әрине араларында түрлі адамдар бар ғой, енді сонда да дегенмен өзіме кездескен дипломаттар өте білімді, өте мықты, және олардың әйелдері білесіздер ме? Сондай андай грациозный дейді, сондай бекзада қасиетті де олар. Олардың көздеріне қарасаң, әйелдердің көзіне, әйелдердің көздері тап-таза да. Мен бояқты айтып тұрған жоқпын. Көздерінің ішкі жанарлары тап-таза. Өйткені олардың көпшілігі жаңағыдай депутат, ақын, жазушы, министр, не болмаса сол дипломатиялық үрім-бұтақтан жалғасқан сондай бір адамдардың қыздары, балалары, ұрпақтары, иә, олар тегін адамдар емес. Сол кезде мен қараған кезде бас кезінде таң қалдым да, қандай тазалық деп, андай қажу, өкіну, түрлі тұрмыстағы қыжалаттық, түрлі жағдайлар оларда отпечатка дейді ғой, таңба қалмағанда. Мен сол кезде ойлайтын, шіркін менің де көзім осындай тап-таза болса ғой деп. Бірақ кейін түсіндім, әркімнің өзінің тағдыры болады, иә? Сондай отпечатка біздің ұрпақтарымызда хотя бы қалмас үшін біз қазір еңбектенуіміз керек. Ол тек қана еңбектену, ол ақша табу емес, ол өліп талып таңнан кешке дейін жұмыс істеу емес, табаныңды тоздырып, ол еңбектену, ол дене еңбегі емес, ол ойдың еңбегі. Сондықтан да ойдың еңбегі дене еңбегінен өте ауыр, өте қиын. Дене еңбегін әйтеуір істейсің, бірақ ой еңбегі өте қиын. Бұған келу де қиын, өзіңді жаңағыдай отырғызу да қиын, сол жерге алып келу де қиын. Әйтпесе біз күнделікті Инстаграмның өзіне 1 сағат, 2 сағат уақыттарыңыз кетеді. Айтыңыздаршы, соның орнына рухани практикамен айналыссақ, бұл біздің ғана емес, бұл біздің жалпы еліміздің де, жалпы планетада да жақсылықтың көп болуына әсер етеді. Мынандай дүние айтқым келеді. Мысалы, қаншама адам бір-бірімен жауласады, өштеседі, бірін-бірі қарғайды, сілейді, бірақ ол адамдардың барлығының бірдей жаңағыдай сөздері орындалмайды, иә? Егер сол қарғап сілеген, жамандаған, жек көрген, жамандық істеген адамдардың бүкіл тілегі орындалатын болса, дәл қазіргі уақытта мынандай биік-биік ғимараттар салынбас еді. Мына үйлеріміздің барлығы жермен жексен болатын еді. Біз жер бетінен жойылып кететін едік. Сондықтан да әр адамның өзінің мықты күші болады. Бұл рухтың күші, иә? Сол рухы мықты, күшті адамдар қандай да бір сөз айтқанда, бата бергенде сол орындалады. Біздің қазақ айтады ғой, батамен ел көгереді деп, иә? Сол бекер емес. Сондықтан қандай да бір адам сізге жамандық істеді ма, жаман сөз айтты ма, мән бермеңіз. Өйткені ол адамның барлығының сөздері орындала беретін болса, біз бұл жерде жоқ болатын едік. Сол сияқты жақсылық тілеген, иә? Жарайды, жақсылық жақсы ғой. Мысалы, қазіргі уақытта тойларда мысалы тост айтады, иә? Бата сияқты бастайды да, сосын ол тост болады. Сосын алып қояйық, ішіп қояйық болады, иә? Мен ешкімді сөкпеймін. Бірақ дегенмен де соның барлығы шын көңілден айтылып жатыр ма? Соның барлығы шын жүректен айтылып жатыр ма? Жоқ, әлде ол жерде қызғаныш бар ма? Неге әйтпесе барлығы орындалмайды? Неге тұрмысқа шықпаған қыздарға күйеуге шық деген сайын олар неге тез шығып кетпейді? Сондықтан да бұның барлығы рухы мықты адамдар айту керек те. Сондықтан біз кішкене сақтануымыз керек. Қатты мақтанкершілікке де ұрынбауымыз керек, жамандыққа да нетпеуіміз керек. Бір балансты бір ұстауымыз керек сияқты. Бұл ілім енді бір өте терең дүние. Жаңағындай
қандай бір тілек тілесек те біздің ішіміз таза болу керек та, таза дүниеден. Ой, қандай күштісің, көйлегің қандай керемет деп ішінен туй, осақ өстіп жүреді екен деп ойласақ, онда оның ешқандай орындалмайды. Сондықтан менің тағы бір айтайын дегенім, біз рухымызды мықты қылуымыз керек. Мен өткенде сіздерге бір мынандай пост жаздым. Менің ойымша рух ол подсознание сияқты деп. Енді мен жаңағыдай өзім жақында тағы да білімімді ұштадым. Сол кезде білгенім, рух подсознаниеда отырады дейді. Рух подсознаниеда отырады. Получается, подсознание рухтың үйі, подсознание рухтың офисі. Бірақ рух біздің ішімізде де, сыртымызда да, миымызда да, көзімізде де, құлағымызда да, мұрнымызда да, және ол рух біздің ішімізде де, сыртымызда да, не болмаса ана галактикада да, космоста да, басқа планетада да бола алады. Бірдемде. Және біз ұйықтаған кезде біздің рухымыз бізден ұшып кетер екен. Бізден ұшып кетеді да, ол сондай керемет өзінің әлеміне барады да, өзінің әлеміне барып сондай керемет жағдайда болады да, жайдарланып күшті бір идиллияға түседі. Ал біз оянған кезде, біз селк етіп оянамыз, кейде оянып кеткен кезде рух біз әлі өлмегеннен кейін, біздің жанымыз шықпағаннан кейін қайтадан бізге оралады. Ал егер рух оралмаса, бітті. Ал жанға байланысты менде мынандай информация бар. Жан бізде шыбын жаның шыққанша дейді. Жан адамда да бар, жануарда да бар, жәндікте де бар, жапырақта да бар. Мына жаңағыдай бүкіл тіршілік иесінің барлығында бар. Гүлде де бар, барлығында жан бар. Өйткені гүлде жан болғанда ол өсіп тұрады. Ол жаңағыдай оны жұлып алғанда, ол жанын біз жұлып аламыз да, ол өледі. Сондықтан да жан, ол шыбын жан, ол біздің бір сондай шыбын жаны қалғанша дейді ғой, жануардың жаны болады. Ол жан бәрімізге ортақ. Ал рух ол жануарларда, басқаларда болмайды. Рух ол адамда болады. Өйткені ол біздің бірінші рухымыз пайда болған. Сондықтан мен түрлі информацияларды ермен алып келе жатырмын. Маған қалай келіп жатыр, солай сіздерге беріп жатырмын.